Көкжал, Думан Рамазан. Табиғат пен адам, жақсылық пен жамандық, қателік пен кек жолы. Көкжал романының сюжеті оқырманды бір-бірімен біте қайнасқан ұғымдарға әкеліп тірейді. Қоңыр төбел тіршілігі бар бесіктегі баласына еміреніп, малын бағып отырған Елубайдың үйіне күтпеген қонақтар сау ете қалады. Өздерімен бірге қасқырдың 5 бөлтірігін ала келіпті. Керегетастың жанында қасқырдың апаны бар. Содан алдық. Әжептеуір өсіп қалыпты, атаңа нәлеттер. Бұл қиянат еді. Аң болса да апанында тыныш жатқан бөлтіріктерді ұрлауға ешкімнің хақы жоқ болатын. Мұны білімі таяз, көргені аз болса да Елубай ішкі түйсігімен сезеді. Көкбөрлер кекшіл келеді деуші еді. Бөлтіріктерін алып кеткенге өшіккен ғой. Жыртқыш екеш жыртқыштың балаларын іздеп кектеніп жүргенін қараш. Құдай сақтасын. Әйтеуір жүрістері суыт, кісі шошырлық. Елубайдың отарына 2 мәрте шапқан көкжал бөрі ақыры оның өзінде мерт қылады. Арлан қаймығар емес, ешқандай қауіп қатердің жоқтығын іші сезетін сияқты. Қасқыр адамның көзінен қорқады деуші еді. Елубай оның алағжылақ өткен отты көзіне көзін тік қадады. Арланның аялдайтын түрі жоқ. Дөңгеленген дүниені ұстап тұрған үйлесім бар. Ал оның бір жеріне сызат түссе, өз-өзінен сетіней беретіні анық. Думан Рамазан бір сұхбатында оқырманға жеткізбек ойын осылай түйіндейді. Ал әр оқырман шығармадан өз шындығын табады.